Мен бүгін жан шошарлықтай түс көрдім. Түсімде иығымнан басым түсіп, маған қоштасу айтуда. Ойбу! Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Bir tanış қол соғып өтті әлдекімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаманақ. Иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап. Мына түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қосасар сәт жетті-ау дей маған да. Япыр-ау, түсімді жақсылыққа жорайық. Әке, ала жақта 4 аттылай келе жатыр. Ассаламуалейкум. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Ассаламуалейкум. Уағалейкум ассалам. Махамбет, жәңгір болса өлді. Ендігі күні ашу араздықты тоқтатайық. Сенің қоңыр әнің мен күйіңді сағындық. Ендеше төс қағыстырып амандасайық. Ал жігіттер, қош келдіңдер. Асылжан, дастархан жай, қазан көтер. Ал балаларым, бар балдарын соқпайтындар. Махамбет, біз сенің күйіңді сағындық. Ал, ап келе. Әке, атышылы Баймағамбет сұлтанның маған берген сыйлығын көрші. Я сөйле, қандай ерлік көрсеттің? 2 ай бойы қайда жол шектің? Топ бастадық 4 адам, Махамбеттің жақыны. Ықыласқа өгірттеп, мақтап соқтық артынан. Топқа қостық ортаға. Бұл түгелдей, мына ұлының ақылы, қапысыда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға тарттым сұлтанға. Ой, залмай, түрі қара залмай. Бұндай залым екенді қайдан келген танымай. Бұдан асқан зор қасірет болар ма? Әке, сіздің қай сөзіне сенейін? Анам бар кезде Махамбетті жеп көруші едіңіз ғой. Қымбеттей батырға барша қазақ ғашық болса айып па? Арманда бен мен ұлым, ертең сені қойып жердің өтіне, ызалы ұрпақ түкіреді бетіне. Сол қорлықтан құтқарайын сен ұлым. Мына төбе саған соңғы шығарсын, болатынын ұғарсын, менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсын. Жоқ, әке, ұмытқаным жоқ.